Өрнектің мәнін табамыз. Ең алдымен біз мынау жақшадан, яғни мына өрнекті әдемілеп ықшамдап алайық, сосын Y-ті орнына қоя саламыз. Ал кеттік, берілген жазып алайық. Y-тің 4 дәрежесі, көбейтілген 5 дәрежесі, жақшаның сыртында бөлінген Y-тің 9 дәрежесі, жақшаның сыртында 2 дәрежесі, көбейтілген Y-тің 3 дәрежесі. Енді осыны ары қарай ықшамдайық. Мынау жақшаны ашуды алдын үйрендіге 4 көбейтілген 5 болады. 9 көбейтілген 2 болады, және көбейтілген Y-тің 3 дәрежесі тұра береді. Сонда Y-тің 20 дәрежесі бөлінген Y-тің 18 дәрежесі, көбейтілген Y-тің 3 дәрежесі. Ары қарай шығара берейік. Y-тің 20 дәрежесі бөліндіні бұлай сызық қып жазасақ болады. Астында мына 18 бен 3-ті қосып жіберсек болады. Сонда Y18 қосылған 3 деп жаза аламыз. Сонда Y-тің 20 дәрежесі бөлінген 18-ге 3-ті қоссақ 21, Y-тің 21 дәрежесі. Бұны Y20 бөлінген Y20 көбейтілген Y деп жаза аламыз. Алдыңғы есепті қарасаңыздар, осындай өрнекті ықшамдап үйрендік. Сонда мына екеуі қысқарады, сонда 1 бөлінген Y қалады. Міне, енді осы жерге, осыған 2 дейік, мына жерге 1 бөлінген Y. Енді осыған біз Y-тен -1-ді қоямыз. 1 бөлінген -1 болады. 1-ді -1-ге бөлсек, -1 болады. Жауабымыз шықты. Жауабымыз -1. Енді тағы бір есепті шығарып көрейік. Міне келесі есепті мен жазып қойдым. Бұл жерде де бірінші жақшаны ашып аламыз. Өрнекті ықшамдап аламыз. Берілген жазып алайық. Z-тің 3 дәрежесі, жақшаның сыртында 9 дәрежесі, бөлінген Z-тің 4 дәрежесі, жақшаның сыртында 6 дәрежесі, көбейтілген Z. Енді жақшаны ашамыз. 3 көбейтілген 9 болады. Бөлінген Z 4 көбейтілген 6, көбейтілген Z болады. Енді мына жер 3-ті 9-ға көбейтсек, 27. Бөлінген 4-ті 6-ға көбейтсек, 24. Көбейтілген Z. Ал енді бөліндіні бөлшек қыппай сызықпен жазайық. 27 бөлінген Z-тің 24 қосылған 1 деп жаза аламыз. Мына жерде 1 жасырын тұр. Қосылған 1. Сонда Z-тің 27 дәрежесі бөлінген Z-тің 25 дәрежесі. Енді мына 27-ні Z25 көбейтілген Z2 деп жазып кетейік бірден. Бөлінген Z25. Мен мына қысқартып жіберем, сонда Z квадрат қалады. Ал енді Z квадрат. Осы жерге Z тең -2 мәні қоямыз. Сонда -2-ның квадраты бізде тең 4-ке. Минус пен минус көбейтілген плюс болады. 2-ның квадраты 4, сонда плюс 4 болады. Міне біздің жауабымыз ешқандай қиындығы жоқ.